Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, ағылшын тілін үйреніп жүргендер. Бұл ағылшын тілі 0-ден бастап 14-ші сабағы. Бүгінгі тақырып these, those сілтеу есімдіктері. Ал сонымен бастайық. Сіз әдеттегідей алдыңғы сабақтағыдай мынау орындықтың үстінде отырмын деп санаңыз және елестетіңіз. Және үстелдің үстінде не тұр бізде? Әрине, үстелдің үстінде кітаптар тұр. Мыналар бізде кітаптар деп біз ағылшынша these are books деп айтады екенбіз. Book дегеніміз кітап, жалғауы, көптік жалғауы, are көпше түрде қолданылатын бейетістігі, сонымен these дегеніміз мыналар деген мағына. Сонымен мыналар бізде кітаптар деген аударылуы солай болады. These are books. Келесі, those are flowers. Сіз мұнда отырсыз, бірақ анау арғы жақта гүлдер тұр екен. Сонымен flower дегеніміз гүл, жалғауы, көптік жалғауы, flowers, those are flowers. Аналар гүлдер, яғни алыста тұрған, дәл қасымызда емес, алыста тұрғанда біз аналар дейміз. Сонымен those are flowers. Келесі, енді болымсыз сөйлемді қалай құрайды екенбіз? Біздің алдымызда журналдар емес, газеттер емес, біздің алдымызда кітаптар. Сонымен these aren't magazines. Бұлар журналдар емес. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, бізде are бейетістігі aren't болып өзгерді, яғни болымсыз түрде құрау үшін these aren't magazines. Aren't дегеніміз естеріңізге сала кетейін, are not. Яғни соның қысқартылған түрі aren't. Those aren't trees. Яғни бұрышта тұрған ағаштар емес. Tree дегеніміз ағаш, жалғауы, көптік жалғау, ағаштар. Олар ағаштар емес, анау тұрған ағаштар емес. Олар гүлдер әрине. Those are flowers. Those aren't trees. Сонымен болымсыз сөйлемді құрау үшін біз aren't деп өзгертуіміз керек екен. Көпше түрде. Келесі сұрақты қалай қояды екенбіз? Бейетістік алдына шығып кетеді де сілтеу есімдігімен зат есім қалады екен. Сонда are these books? Яғни мыналар кітаптар ма? Are these books? Yes, they are. Олар кітаптар. Yes, they are. Are those flowers? Are those flowers? Yes, they are. Yes, they are. Олар бізде гүлдер. Енді егер бізде сұрақ қойылып, оған біз болымсыз түрде қалай жауап береді екенбіз? Are these magazines? Яғни мыналар бізде журналдар ма? Әрине жоқ. Not they aren't. No, they aren't. Кешіңіздер. No, they aren't. Are these magazines? No, they aren't. Бұлар журналдар ма? Жоқ, олар журналдар емес. Are those trees? Олар ағаштар ма? Are those trees? No, they aren't. No, they aren't. Жоқ, олар ағаштар емес, әрине, олар гүлдер. Сонымен, құрметті көрермендер, бұл сабақтың аяғына да келіп жеттік. Менімен бірге болғандарыңызға көптен көп рахмет. Бізде күннен күнге адамдар саны көбейіп келді. Каналыма жазылыңыздар. Түсінбеген жерлеріңізді комментарияға қалдырып сұраңыздар. Мынау қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Сол кезде менің жаңадан шыққан сабақтарым сіздерге келіп тұратын болады. Мен сабақтарын жіберіп алмайтын боласыздар. Сонымен келесі кездескенше сау болыңыздар. Goodbye.